Жеті рухани қазық. Қазақстан мұсылмандарының рухани тұғырнамасы. Концептуалды құжат 2019 жылы 23 қазанда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан қабылданған құжатқа жатады. Жеті рухани қазықта не қамтылған? Бүгін осы құжаттың төңірегінде сөйлейтін боламыз. Жалпы шынайы мұсылманның іс-әрекеті мен мінез-құлқы имандылыққа, адамгершілік принциптерге негізделеді. Алла тағала өйткені қасиетті Құранда біздерге былай деп бұйырады. Шын мәнінде Алла әділетті, игілікті және туыстарға қарайласуды бұйырып, арсыздықтан, жамандықтан және зорлық, зомбылықтан тыяды. Нахл сүресі 90 аятында. Яғни осы аят арқылы адамзатты ізгілікке шақырады. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам да өзінің хадис шарифінде мен көркем мінездікті көркемдеу, кемелдендіру үшін жіберілдім деді. Яғни осы мінездерді адам баласы өзіне дарыту арқылы, өзін сипаттау арқылы кемелділікке қарай қалыптасады, тұлғалыққа қалыптасады. Жүсіп Баласағұн бабамызда кісіге екі дүниеде пайдалы ізгі іс немесе мінезі түзулік деп айтқан екен. Ислам дінінде мұсылман баласын ізгілікке, адамгершілікке жетелейтін көптеген асыл қасиеттер бар. Атап айтатын болсақ, олар мысалы дініне бекемділік, жүрегінің таза болуы, рухани тұрғыдан кемел болуы, жан-жақты жетілген тұлға болуы керек. Ислам этикасы көркем мінез-құлық нормалары мен имандылық, отаншылдық, білімділік, ауызбіршілік, еңбекқорлық, мәдениеттілік, әділдік сынды көптеген рухани құндылықтардан тұрады. Бүгінгі қоғамның мұсылмандары ислам этикасын, ондағы адами құндылықтарды ұстана білуі қажет. Осындай тәлімі мол тұғырнамалар арқылы қоғамдағы тұрақтылық сақталып, рухани кемелдену жүзеге асады. Қазіргі қоғамымызда діни ахуал жағдайында ішкі тұрақтылықты сақтай отырып, имани құндылықтарды дамытудың маңызы өте зор. Солардың бірі жеті рухани қазық деп айттық қой. Жеті рухани қазық дегеніміз не? Бұл бүгінгі таңда Қазақстан мұсылмандары мұқтаж болған сипаттар. Олар имандылық атап айтатын болсақ, отаншылдық, білімділік, ауызбіршілік, еңбекқорлық, мәдениеттілік, әділдік сипаттары. Біз осы сипаттар арқылы өзімізді рухани кемелдендіріп, тұлғалыққа қарай қалыптасып, мұсылмандығымызды бекем ұстанып, исламның аясында тұрақты және де қоғамдағы тұрақтылықты сақтай отырып, алға қарай дамуымызға бір үлес болатын сипаттар екен ағайын. Олай болса, мысалы имандылық. Имандылық адамның қоғамдағы күнделікті өмірдегі іс-әрекеттерін белгілі бір қалыпқа түсіретін рухани жол. Өйткені имандылығымыз жақсы болса, арлы боламыз, инабатты боламыз, қайырымды боламыз, ізетті боламыз, ықыласты боламыз, кең пейілді, ізгі жан боламыз. Екіншіден, отаншылдық. Отаншылдығымыз, сипатымыз жақсы болса, онда рухты боламыз, намысшыл боламыз, қайратты боламыз, жігерлі боламыз, ұлтты сүйеміз, табанды боламыз, қамқор таныталамыз. Үшіншіден, білімділік. Білімділікте біз ізденімпаз боламыз, ыждихатты, зерделі, жасампаз, дарынды, зияткер, кәсіби тұрғыда дами аламыз. Төртіншіден, ауызбіршілік. Ауызбіршілік арқылы біз байсалды, сабырлы, бауырмал, ымырашыл, толерантты, кешірімді, мәмілегер бола аламыз. Бесіншіден, еңбекқорлық. Еңбекқорлық біздің негізгі рухани қазықтарымыз. Еңбек сүйгіштігімізді оятады, жауаптылығымызды, бастамашыл, іскер, ұқыпты, майталман, талапты болуымызды көрсетеді. Алтыншыдан, мәдениеттілік. Мәдениеттілік те бұл рухани қазығымыз. Әдепті боламыз, тәрбиелі боламыз, өнегелі, мейірімді, кішіпейіл, парасатты, өнерлі бола аламыз. Әділдік рухани қазығымыз. Адал бола аламыз, шыншыл бола аламыз, турашыл, уәдеге берік, аманатқа берік, ақылды, сенімді бола аламыз. Мінекей, құрметті ағайын, осындай негізгі рухани жеті қазығымыз мықты ұстап,
өзімізді осыған дарытып, тәрбиелеп, сипаттайтын болсақ, біз нағыз тұлғалыққа қалыптасқан кемел түрдегі мұсылман боламыз ағайын. Алла тағала кемел сипаттарды өзімізге дарытып, мұсылмандығымызда әрдайым Алланың лайықты да, пайғамбарымыздың лайықты да үмметі, Аллахтың лайықты да құлы болуды баршамызға нәсіп етсін.